Заң бұзған Төреғали Төрелінің талдауынан Медафрон табылғаны белгілі болды. Сәлеметсіз бе, шұғылы және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Отандық тележүргізуші Дина Төлепберген сарапшылардың басын қосып, әнші Төреғали Төрелінің ісіне қатысты зерттеу жүргізді. Бұл туралы Стан Кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Талқылау барысында өнер иесінің адвокаты Эльнура Кішкенебаева Төреғалидің тәртіп бұзған күні есірткіге мас күйде болғанын жоққа шығарды. Алайда бұл сараптамадан есірткінің бір түрі табылған. Оқиға болған күні бәрі жабылып Төреғалиді наркодиспансерге апарды, бірақ жанында ешкім болған жоқ. Тест жасалған кезде Төреғалидің жанында тым болмағанда бір адам болуы керек. Оның кіші дәретін алды. Бірақ кім біледі, ол кімнің кіші дәреті? Бізде тәуелсіз экспертиза жасауға 3 сағаттай уақыт болды. Бірақ біз Төреғали Төрелінің қайда екенін білмедік. Төреғалидің медициналық сараптамасының нәтижесі бойынша кішкене қоспасы бар Медафрон табылды, дейді. Бағдарламаға келген психиатр, нарколог Санжар Тұрсынметовтің айтуынша, Медафрон психикалық белсенді заттар. О баста ванна салатын тұз ретінде кіргізілген. Мақсаты жастарды біртіндеп осы нәрсеге тарту. Медафронды пайдалану жүрек соғысының жиіленуіне, күйзеліске, көңіл-күйдің болмауына алып келеді. Алматы жастарының басым бөлігі есірткінің осы түрін жиі пайдаланады. Талқылау барысында адвокат Төреғалидің оқиға болмай тұрып бір күн бұрын бір емес бірнеше рет кальян шеккенін мойындағанын айтты. Көлігі жүргізерден бір күн бұрын Төреғалидің кальян шеккені белгілі болды. Бір емес бірнеше. Қандағы бөгде зат сол нәрседен шығуы мүмкін деген болжам бар. Бізде сараптамалар тағайындалды. Психология, наркологиялық сараптама тағайындалып, есірткіге тәуелділігі бар ма, жоқ па секілді сұрақтар талқыланды. Сараптаманы қайта тағайындап, біз Төреғали Төрелінің есірткіге ешқандай тәуелділігі жоқ екенін анықтадық, дейді Эльнура Кішкенебаева. Айта кетейік, полицейлер Төреғали Төреліні 14 маусым күні жол ережесін бұзған үшін ұстаған еді. Әнші өзін агрессивті ұстап, полицияға бағынбай, әдепсіз сөздер айтып, қамауға алынған жерінен қашып кетпек болған. Сараптамаға сәйкес, ол есірткілік мастан күйде болған. Әнші 20 тәулікке қамауға алынып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды. Кейін полицияға бағынбаған үшін қамауға алу мерзімі ұзартылды. Қыркүйек айының соңында әнші тағы да сотқа келді. Сот жауаптылықты жеңілдететін мән-жайларды, Төрелінің асырауында 5 кішкентай баласы барын ескеріп, оны 40 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тарту туралы үкім шығарды.